Hürmetli Мәскәүләр, қадірлі тамашашылар, міне біз бүгін біздің танылған зор ұлы драматургымыз Туфан Миннуллины еске алырға жиылдық. Әзгіне менде кіріп кетем, ол Туфан Миннуллин біздің академия театрында шет тиншылар деп аталған бір түркім бар. Бұл міне біздің бұл. Туфан біздің білен бірге театрал училищеде оқыды. Ол бізден әзгіне бірінші яшқа олырақ еді, әм мәктептен соңында барып ширен жерлерде жүріп қайтып тап шақты шымарған, қалышланған жігіт бізге қарағанда. Аманың дүнияға өзінің қарашы бары ол философик қарайдыры тұрмышқа бізге қарағанда, әм біздің философия фәннәрін жетеклеген философымыздың жаратқан оқушысы еді. Олар бәхәсләшәләр еді бір-бірсі білән. Ол бәхәсләшкәнді бит ярата еді. Туфан шул хәтта оның мәхәббәтен қазанды. Хәтта менә біздің икенче курслар біздің курста оқыған. Орыс курсына аны философиядан имтихан алырға кетті. Әйтті, Туфан, сен міне бұл жігіттерден қазір имтихан аласың, сен нинди билге қоясың, сенің билгілерің астына мен құл қоям. Ол закон дейді. Әм шулай қойылды. Міне Туфан шулай баштау, зор шәхіс едейінді. Біз оқыған уақытта. Әйткенімше, детіп қайшылар қайтқан. Шундан Бию фәнінде әлләри аның теге ипкісінің yok еді, ауырақ теге айурақ сұған жүрей, бұнар бию оқтойсты мұға зімешән ясады. Туфанның құлқы құррақ, нендері теге ширем жерлерде үйреніп қайтқан орысша сөздерін айтып ташлады мұға. Теге оқтошығыз бек құрықты да, шуннан соң bu әлі сүзген әйті тұтып қинарға да көп алмас дейді бұғай. Соңынан мегүлчик кенадып жүрі башылады. Ғымыр өй мегүлчик болды. Енді әлірі достар, мұнда Туфан турында бек көп сөйләділер. Ол біздің буынның драматургі еді. Ол бізге пьесалар yazды, біз ойнадық. Туфан бізге керек еді, біз Туфанға керек болдық. Туфанның істелігі мәңгі яшасын, аның әсерлері сәхнеде гіл барсын. Рахмет.